Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Невский ауылдық кітапханасы терроризммен күрес баршаның міндеті тақырыбында онлайн іс-шара ұсынады. Лаңкестік, терроршылдық, саяси әлеуметтік себептерге байланысты және адамға, көпшілікке немесе мемлекетке қысым жасау, үрей туғызу мақсатында қасақана жасалатын қылмыстық іс-әрекет. Лаңкестік ұғымы гректің террор сөзінен шыққан, үрейлі, қорқынышты деген түпнұсқаны айтады. Қазіргі уақытта лаңкестік даму таралу қарқыны мен салдары жағынан адамзаттың ең қауіпті қоғамдық, саяси және моральдық мәселелерінің біріне айналып отыр. Қазақстан қазір осы заманғы жаһандық сынақтарға қарсы күресте әлемдік қауымдастықтың сенімді әріптесі болып отыр. Мемлекеттік ықпалды саясатының арқасында еліміз лаңкестікке қарсы күресте басқа мемлекеттермен барлық деңгейде тығыз ықпалдасып, ынтымақтастық орнатқан. Бүгінде терроризм елдер мен тұтас өңірлердің қауіпсіздігін тұрақсыздандырып, халықаралық қатынастардың қалыпты дамуына кедергі келтіретін аса қатерлі жаһандық сынаққа айналды. Қазақстан барлық түрдегі терроризмді қатаң айыптайды және жағымсыз құбылыспен күресте әлемдік қауымдастықтың ұжымдық күш қосуын қолдайды. Мемлекетіміз терроризммен күрес туралы барша халықаралық әмбебап конвенцияларға қосылған. Әлемдегі экстремизм мен терроризмге қарсы күресте белсенді түрде қатысып келеді. Терроризм – идеология, доктрина, тіпті жүйелік пікір де емес. Бұл стратегия. Олар бүкіл әлемді жақсы және жаман деп екі топқа бөліп, өздерінің жақсы категориясына жатқызады. Лаңкестік әрекеттерді іске асыру үшін міндетті түрде сценарий дайындап, А және Б жоспарын жасайды. Терроризм жарқын болашақ пен жаңа мүмкіндіктерге үміттендіреді. Бұлыңғыр болса да, үнемі саяси мақсат мүддесі болады. Бұл халықаралық саясаттың бір бөлігі. Сол себепті сырттан келетін қолдау арқылы іске асады. Терроризмнің төркіні бұл күнде Шығыстан, мұсылман елдерінен іздеу кең өріс алып отыр. Оған діни сипат беру қате. Шын мәнінде терроризмді белгілі бір ұлтпен немесе дінмен байланыстырудың негізі жоқ. Бейбіт тұрғындардың өмірін жалмайтын террорлық актілерді жасаушылардың діні мақсаты болмайды. Террорлық қимылдарға кез келген ұлттың өкілі, кез келген діннің атын жамылушы безбүйректер бара алады. Өкінішін, кегін, тағдырына мойын ұсынбауын террорлық топқа қосылуымен ақтағысы келеді. Лаңкестік әрекеттер әлемді дүр сілкіндіруде. Лаңкестікке қарсы күрес жүргізу барысында қауіпсіздік тақырыбының маңызы мен сыртқы саясаттың адам құқықтарына, демократияға, плюрализмге, заң үстемдігіне қатысты маңыздылығын ескеру басты мәселелердің бірі. Еліміз сыртқы күштердің қолдауын тауып отырған террорлық ұйымдардың нысанасына айналмауы үшін халықаралық заңға құрмет көрсететін, рационалды, ұлттық мүддені алға қоятын, бейбітшілік пен достастық қағидаларына негізделген саясат ұстанғаны абзал. Күрестің негізгі қағидаларының бірі халықтың қолдауы. Бұл қолдауға ие болу үшін сенімді болу. Сенімді болу үшін терроршыларды ұстау. Оларды ұстау үшін қолыңда өкілеттігі мен білімі болу. Қолыңда өкілеттігі және білімі болу үшін кәсіби деңгейде мықты болуы керек. Осы керектердің жолында бірігіп күресуге тиіспіз. Қолдауға ие мемлекет лаңкестік және экстремизм сияқты қауіп-қатерге бөгет болып, сүттей ұйыған бірлікті шайқалтуға, ел ішінде туындауы мүмкін бөлінулерді төтеп береді. Сол себепті лаңкестікпен күрес мемлекеттік органдардың ғана борышы емес, әрбір қазақстандықтың міндеті. Назарларыңызға рахмет.